Nurlan деген балама беріп жатырмын билігін. Осы тос берсін сіздерге. Әуре әңгіме айтсын, жақсы тілек айтсын, осы нені дастарханның басын жүргізіп тұрсын деп. Нұрлан деген мынау Нұрболдың ағасы өнердегі. Панит шығарсыңдар тойларға, шығарып халықпен айтып, халыққа қызмет істеп жүрген жігіттің біреуі ғой осы ауданда. Ал, ассалаумағалейкум, сәлем бердік, саламатсыздар ма? Ал мына келіп жатқан бәрімізге ортақ жаңа жыл 2022 жыл құтты болсын. Барыс жылы, табыс жылы болсын, жақсылыққа жетістікке толы жыл болсын. Жылда енді өздеріңіз білесіздер, осы шаңырақта ағамыздың туылған күнімен басталады ғой. Биыл да сол үрдіс бойынша барлығымыздың бас қосымызға ағайын туыс, ет жақын, ең жақын бауырлар осы ағамыздың негізгі себеп бас қосымыз. Туылған күні бір жағына дүниеға кішкентай сәби келіп жатыр. Ағайынның ортасында бір адам қосылып жатыр.
Рухия есімді. Құтты болсын, бауы берік болсын. Жақсының жалғасын тапсын деп осы ағайын туғанмен өздеріңізбен бірге ағам өзінің үлкендігін жасап, туылған күнім деп, бір жағына кішкентайды болып жатырмын деп, жаңа жылда міне бірінші күні жаңа жылдың, барыс жылдың бірінші күні осылай бас қосып жатсыздар. Сондықтан отырған отырысымыз, жайылған дастархан бәрі берекелі болсын, барыс жылы, табыс жылы болсын, ынтымақ ырыс жылы болсын, тату үйге, тату елге тақсырет жуымайды деген ағайынның тату болғанына не жетсін. Сондықтан татулықтарыңыз арта берсін. Жан-жағымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Көрген қызықтан әлі көретін қызық қуанышымыз көп болсын. Дастарханға алғы тілекті айтайық. Жаңа жылдың алғашқы күнінде мына жақсылықтың бәрі құтты болсын деп туылған күнде Құдай қаласа ертең үші ғой енді анамыз туылған күні. Осы мына кішкентай бауы берік болсын деп арамыздан кімнің жолы, кімнің реті бастайтын тілекті. Жаңа жылдары құтты болсын бәрі. Отбасыларыңа аман болсын. Мына келатқан туған күнің құтты бол, берекелі жыл бол. Несібелерің көп бол, немерелерің көп болсын. Мына істеп жатқан ниеттеріңді Алла қабыл етіп, жақсылыққа, қуанышқа барлықтарыңызды мынау келіп жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Құтты болсын. Дендерің сау болып, мынау жаңа жылдан жаңа жылға аман есен, ауырмай, сырқамай жете беріңіздер. Өмірлеріңіз бәрілеріңізде ұзақ болсын. Мынау қосылып атқан кішкентай Рекеңмен болғанның немерелері құтты болсын. Рекем, мынау ертеңгі болатын туылған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын, ауырмай, сырқамай, Алланың берген жасын жасап жүре беріңіз. Балдарың бақытты болып, тек қана мынау оттарыңыздың басында қуаныш болсын, дастархандарыңыз қуаныш тойға жайылсын. Барлық арман тілектеріңіз орындала берсін. Жылдың басы ғой енді. Сол туған күндер тойлап жүре берейік. Құтталарының. Алып қойыңыздар. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Туғаныңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Жұмыртқасы ұзақ болсын. Кішкентайын бауы берік болсын. Қуаныш болсын, той болсын. Осы балдарының немерелердің қызығын көр. Тек қана қуаныштар келсек. Сол. Ал, Рая жалғасы бер енді. Бәрін қамтың емсің. Енді мына бүгін Райхан қайнымыздың шаңырағына келіп жатырмыз. Бір жаңа жылға қарсы бір қозы туса, бір жұтсан артық шығады дейді ғой. Алла несібелеріңді берсін келген жылға. Балаң несібелі болсын, дені сау болсын. Жақсы, азаматша болсын. Артынан ерері көп болсын. Енді мына жерде отырған өзіміздің қайныларымыз, келіндеріміз, Райхан апамның балдары деп Райханның енді осындай құрметін мына өзінің балдары Нұрболдар кімдер жалғастырса, ұрпақ келешек жалғаса береді ғой. Енді біз Райханға жиенбіз, отырған мен шалым анау бер жағында қайным, жеңшеме таныстырып жатыр. Жеңшем ғой менің құдағайың. Сәлем етіп жатыр жаңа. Алла разы болсын. Қайын сіңілім. Күйеу бала болды ғой нәрсе. Біз бірден сол құдағайдың бәрін айтамыз. Раяға қандай қатысың бар сен? Раяның жеңшесін десе болды. Келген жаңа жылымыз құтты болсын. Барлықтарыңа, отбасыларыңа аманшылық, дендеріңе саулық, ырыс несібесімен келсін осы жыл. Барлықтарымыздың басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Бала шағамыз аман болсын. Райханына жайып атқан дастарханың кеңінен жайыла берсін, наның көп болсын. Енді жиен ел болмас, желкі ас болмас дейді. Жиен неге ел болмас, малды болса дейді. Желкі неге ас болмас, майлы болса деп. Райхан бізді жиендерім демейді, апамның балдары деп өте құрметтейді бізді. Апамның балдары, апамның қыздары деп, апамның көзі деп. Өзі қазақ айтады ғой, өзі кетсе де көздері бар деп. Өзі барса да көзі бар дейді. Ол деген көз емес па дейді, қыз деген көз емес па дейді. Апаңның көзін
көріп, осы бізді құрметтеп жүргеніңе мыңда бір алғыс Райхан саған. Көп жерлерде енді бізді өте құрмет тұтасын, апам балдар деп. Енді кімді Жадыраны категориясы бар келінім деп мақтап атсың, осы кеше қызымыздың бір жағына тұрғыздық. Категориялы келін болсын барған жерінде деп. Кімді Жадыраны қойдық бір жағына қыз көрсетуге. Сондай категориялы келін болсын біздің сол қызымыз барған жерінде. Иә, сол Райхан, енді Райхан бар ғой деп жатырмыз ғой. Райханның өзі де ат салысып, құда жекжатымызды жайлап, жақсылап, бізге босаңдаршы деп айқайлап, бізге шамалы не беріп, ондай адам керек қой енді сондай жерде. Райханға мың алғыс. Жасыңа жас болсын, денің сау болсын, Алла денсаулығыңды берсін. Болған екеуің тең отырып, осы балдарыңның әнші, күйші, жыршы, биші балдары ортасында аман есен жүре бер. Мен айтатын, Шарбақтан келіп музыканы дауыс шығып жатыр, балдары әнші болғасын, биші болғасын, музыкалатып жатыр деп күліп жатырмыз. Әндетіп, жырлатып жүре бер, денің сау болсын. Жаңа жылдың 2022 жылдың алғашқы күнінде Ардастарханның басында айтылған алғыс тілек қабыл болсын. Құданы өзі қолдан келгенше барынша құрметтеген халықпыз ғой. Құдаға сыйлаған халықпыз. Тілекті де осы кісілерге бастатып жатыр. Мына жиен біріңіз. Ешкім бөтен емес енді бұл жерде. Бәрі жаңа айтылғандай, ең жақын, ет жақын осындай тілекші, біріңіз жиен, біріңіз іні, бірі келін дегендей. Құтты болсын, қуаныш, Құдай осындай жақсылықтан айырмасын. Біз енді мына осы Нұрболдың, бұл Нұрбол өзі тойға төраға болса кіріп бірден қит болып кеткен жігіт ғой. Нұрболдың осы өнерде, халықтың тойында, қызығында, қуанышында бірге қызмет жасап жүрген інілері, досы, солай болып кетіп тұрмыз. Былтырда осы жерде осы ағам туылғаным деп тойлады, осы жерде жақсы отырыс болды, ол кезде де жақсы тілектер, әңгімелер айтылды. Биыл міне жалғасын тауып жатыр, ағамыз жасына жас қоса берсін. Қазір енді мына айтылған тілек қабыл болсын деп үшеуі қосылып ән салады. Қолдап отырыңыздар, қабыл
қалай бүгінгі 2022-нің нағыз 1 январы, нағыз 1 жаңа жыл. Бәрімізге осы жаңа жыл тек құт береке әкелсін. Құдағидағылар сіздерге де мықты денсаулық тілеймін. Деніміз сау болсын. Осы мына бауырларымыз, қайныларымыз, қайнағаларымыздың бәрі осындай ауызбіршілік болсын. Ауызбіршілік болса бәрі де болады. Ауызбіршілік болып ешқандай жаманшылық болмасын. Тек тойда қауышайық осындай. Барлық мына айтылып жатқан тілектердің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Ағамна бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Осындай әдемі күйіңізде қартаймай отыра беріңіз. Біресе болғанда, біресе қатар болғасын. Екеуіміз қатар өстіп тек қана осы балдардың қызығына тоймай, осы екеулер отыра беріңіздер. Осындай басымызды қосып, жинап атқандарыңызға көп рахмет. Бұл да бір ұйымшылдықтың бір несі деп ойлаймын. Ұйымшылдық болса барлығы деп бола береді. Нанымыз көп болсын, уайымыз жоқ болсын, ешқашанда. Тек қана тоқшылық болсын. Мынау кішкентай келіп атқан періштенің бау берік болсын. Сіздерге үлкен азамат болып, сіздерге тек қана жақсы қылықтарыменен, қызықтарымен көрсете берсін. Енді жаңа бір тәуір әңгіме айтылды, тәуір тілек айтылды. Сондықтан ән де тәуір болсын. Олжас Сәндібектің сөзінде Күнсұлу Түрікпен деген мықты жыршы қыздың әніне жазылған Мен туған ауыл деген ән бар. Ән бар орындайды. Қол соқ қойыңыздар, шабыт Мен туған ауыл, жыр тұнған сырдың ойында, тасыған сырдың құдіреті бар мойында. Әбілді аманат сырбайды туған сар елі, жан жыр жазсам анамнан солай туғанмын. Қаламымдағы қар өлең жолаң туғанмын. Бүрі демеспін сен ойлағандай қулармын. Намысым найзалы жүрмен туғанмын. Сатылмақ емес асылған сырдың арнасы, жырғалай берер жұртынған сырдың жалғасы. Менің де әнім жүрекке жетіп жат сүйген, шапты туған от жүрегімнің арнасы. Жалын жыр жазсам анамнан солай туғанмын. Қаламымдағы қар өлең жолаң туғанмын. Бірі демеспін сен ойлағандай қулармын. Намысым найзалы жермен туғанмын. Жалын жыр жазсам анамнан солай туғанмын. Қаламымдағы қар өлең жолаң туғанмын. Бірі демеспін сен ойлағандай қулармын. Намысым найзалы жермен туғанмын. Бірі демеспін сен ойлағандай қулармын. Намысым найзалы жермен туғанмын.
биыл мына жаңа жылымыз құтты болсын, берекесімен, берекелі жыл болсын, қуанышымен келсін. Мына іреке өмірге келіп жатқан періштелер әйтеуір бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын әйтеуір. Өзіңіздің де туған күніңіз құтты болсын. Ауырмаңыз, ауылда үлкеніңіз, біздің ақысымыз, бізді жолға салып қоятындай үлкен адамымыз, үлкен азамат несіз ағамызсыз. Өмір жасың ұзақ болсын, ауырмаңыз. Көрінген балдардың жеңшем екеуін қызығын көріп жүре бердіңіз, біздің ағасымыз болды. Ауырмаңыз, бәріңізді қуаныш, бәріңізді әйтеуір жаңа жылдарың құтты болсын, аузымыз бір болсын әйтеуір. Жылдан жылға осы басымызды қосып әйтеуір кең дастархан басында кездесіп жүре берейік. Жан-жағымыз аман болсын әйтеуір. Бекболат бар, сөйлей беріңдер. Келіндер бар. Келіп атқан жаңа жылымыз құтты болсын, құтты жыл болсын, берекелі, молшылығымен келсін. Бәрі отбасына тек аманшылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Алланың қалауымен бәрі. Сол Алла тағалаға шүкір. Әйтеуір аман есен өстіп тұрғызып жүргізгеніне. Не дейміз, мына дүниеге келіп атқан сәбилеріңіз, қызыңыз құтты болсын, бауы берік болсын, әдемі қыз болып өсе берсін. Өзіңіздің туған күніңіз құтты болсын, өмір жасың ұзақ болып, апам екеуіңіз тең отырып, көреген балаңыздың қызығын көре беріңіздер. Алдыңызда сіздердің арқаңызда біз, әйтеуір сіздердің нелеріңізде жүре берейік. Көлеңкелеріңізде. Дастархандарыңыз тек молшылық, байлыққа кеңейле берсін. Аманшылық болсын, аузымыз бір болсын. Al Bekbолат. Берекетімен келсін. Ағамның да туған болсын, жасын болсын, Құдайдың берген жасын жасай беріңіз. Мықты денсаулық тілеймін. Әумин айтамын. Кішкентайдың бауы берік болсын. Еліне танымал азамат болсын. Сол аузы болсын жаңағы. Құтты болсын жаңағы біріншіден. Туғаныңыз құтты болсын. Ұзақ жасаңыз, ауырмаңыз. Алдымызға үлкен болып жүре беріңіз. Немере боласыз. Ол да азаматша болсын. Өмір жасы ұзақ болсын, бауыр берік болсын. Жылдан жылға аман жете берейік. Биыл басылады деп отыр ауруда. Кетеді деп 22-ші жылдан. Айтса келіп кетсін. Сол басылады деп сол кетсін сол әрі. Жақсы болсын.
Бәріміз шаңырағымызда той болсын. Қонақтар, жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Аға, апа, туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, отыңыздың басы аман болсын. Мына көрінген балдарыңыздың қызығын апам екеуміз тең отырып көріңіздер. Кішкентайдың бауы берік болсын, азаматша болсын, апамның басының бетін қақпайтын үлкен қыз болсын. Бүгін жылап дейсің, бүгін. Сіздің де балаңыздың бауы берік болсын. Ағам үйіне жиналған ағайын туған балалар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бәріміздің отымыздың басында әрдайым той болсын, қуаныш болсын, аманшылықта жүздесейік. Аға, сізге көп рахмет. Бүгін отыңыздың басына жинап бар, ағайын туғанның басын қосып жаңа жылда. Бір-бірімізді аманшылық біз біліп жатқан ол да бір шүкіршілік Аллаға. Отыңыздың басына келген періштеңіздің бауы берік болсын. Әрдайым қуанышты күндеріңіз көп болсын. Әрмен қарай туған күнді жалғастырып, жылдан жылға аман-есен жете беріңіз. Әрдайым отыңыздың басына қуанышқа жиналайық. Ол жағы бір тамада айтқандай, кеште яғы нағы дейді ғой, тілектің ше ерте кеш жоқ дейді. Ерте кеш жоқ дейді. Қайда кеш бергені қуанады? Мына жаңа жылдарыңыз құтты болсын, бауырларым, құдағайлар, кешелерім бар, аман болыңдар, дендері сау болсын, ауырмаңыздар. Жиын баршылы текқа жақсы қалып келсін сіздерге. Мына себебіміз мына дүниеге келіп жатқан періште Рухияның арқасында бүгін тойда десе туған күнде келіп отырмыз. Әйтпесе Рухия болмаса телефон поздравить етеміз қоямыз қой енді. Бір күш шықпасақ деймін ғой. Бір жарымыз деймін. Мына басымыз біріктіріп Рухияның арқасында өйстіп бүгін туған күнде келіп поздравить етіп екі той бірдей болсын ұлассын дейді ғой. Осы сол сияқты тойымыз қатар келіп жатыр. Құтты болсын бәрі. Аман болыңыз. Құрметті қонақтар, бүгінгі керемет отырыстың куәгері болып жатырмыз. Осы шаңырақта бірнеше қуаныш болып жатыр. Соның ортақтасып келіп жатырмыз. Бізде Қожалар әулетінде үрдіс бар. Жаңа жылда міндетті түрде ағаның үйіне келіп, жаңа жылмен құттықтап, туған күнін тойлап, керемет отырыстарды ұйымдастырамыз. Биыл да сол қуанышымыз жалғасуда. Ағамна келіп жатқан жаңа жасыңыз құтты болсын. Өзінің қуанышымен, бақытымен, қызықшылығымен келсін сізге. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Алла сізге ұзақ бақытты ғұмырды нәсіп етсін. Мына үйге келіп жатқан періштелеріңіз құтты болсын, сәбиі. Бауы берік болсын. Дүниедегі ең маңдайы жарқыраған бақытты қыздардың бірі болсын. Сіздің атыңызды атаған кезде қуанып айтатындай, Гүлзат біздің мектебіміздің қуанышы ғой. Сол секілді Гүлзаттың артынан ерген сіңілісі болсын, керемет. Мына табалдырығымыздан аттаған жаңа жылымыз құтты болсын. Барлығымызға зор денсаулық алып келсін, қуаныш алып келсін, аманшылық алып келсін. Бала шағаларыңыз аман болсын, үйлеріңізде тек қана осындай той болсын. Өйсіп қуанышта басымызды қосып жүре берейік. Келмеден тыңдайтын сәт келді деп ойлаймын. Бір емес, екі бір ниеттеріміз қатар орындасын. Соған куә болайық. Қол соқпайық бірінші. Шау. Adal yerдің елдеп соға сатпайды бар намысын пайдасына базырып сырттан өсене сөз сөйлейді кемітіп ердің бәсін болмасына айыбы арқалаған қап болса да біреудің күле қарап тұрбасына айтатын ондайларға
бола берсе шыққысы кімнің келмейді шың басына ғаламның күш артылған әлишірді аппаққан құл өлтірген өз қасында әулие әрі батыр жаңғы жерді білдірді бір тобыры сары жасына өлтірді жылқы айдарды жылқышысы қызығып ақыл шығады ол жасына белгілі бек арыстан бек халыққа мағлұм кісіген көшеді ғой турасына бір жолы қателесті сол кісі де жан тартпай жау қолындағы тумасына ал жасты қожа ниязран берелишан таласып бір опасыз қорғасына осылар заманында кем тумаған жарайды адамдар қолбасыға кететін бір қалыптау пенде болмай пақ жүрген тұрағы жоқ аумасында екеміз пенделікті босқа алып тағдырда жазылған іс болмасын бұл аушыра қағазбенен қаламды бер шектінің бай назардай жорғасыны топқа сөйле сен қызыл тіл қаңбақтай аударылбай өтуде жыл барында базарыңның барыңды сал бір күн демің бітсе боларсың тұл шаманша шаршы топқа шалқып сөйле сен сонда қызыл тілің боласың тұл ой жетіп әр нәрсеге қол жетпей жүр біз пенде айласы жоқ құдайға құл ақтамақ домбырасы алып келген айбектей жырауының қадірін біл қаумалап халық қарияу жиналғанда болушы еді су жағалап жүгіргеншіл ал енді жақайымнан ән тыңдаңдар өнерге берекеді тіліменен діле аралдан шыққан зұриятсың бөгелеме тілім бөгелеме ей туысын сыйлап қадірле адал болсаң егерде арам болсаң байлайда су шықпас шыңырау тереңде мыңжылдығына қандырған сайында өскен балдырған құдығындай өжеттің зары боларсың сонда шегенде ей жырау болсаң үлгілі ізіңе ерген өренді барыңды жүрер ардақтап келгесін толып кемелеге алдында өткен талайлап атағы шыққан көбелеге ей ал жырласаң сый қылып үлкендер тұрса бұйырып жаман емеспін сұраусыз отына кірді килігіп төрт қарада өздері бай қырлы жырау жиылса салатын жырмен қиғылып ей солар да сенің арқасын сөзімнен қамқа кидіріп халқыма құя берейін нар жырым дейдіріп ей мен әлімнің асылы жүйрігі ай мен әлімнің асылы жүйрігі теңіздің сұлу сүйрігі шашы топтаны алғанмын халқымның бата сыйлығы ұстазым сұрағаны бекжағы ағып түскен жұлдыздай ертеде келді бұйрығы қызыл тілім сауында қаптаған қара өлеңнің есінде кетпес билігі
Кімнің шәкірті екеніңізді білмеймін, бірақ енді өте керемет орындау. Мен өзім жаңағы термелер бір үлкейіп айтқасын ба, енді жақсы прям керемет демалып отыр. Рахмет, Ануар. Өнерін көргенсің. Дархан Оразымбектің шәкірті. Бірақ танып алған, жаңа айттым ғой. Ол жыл, 2 жыл, 3 жыл танып алғанда берері көп. Мысалы, дәкеңдер енді ерте кетіп қалды. Негізі мақтылар ерте кетеді ғой. Сонда арғауылға мықтылар да ертерек керек болып тұр ғой негізі. Сол сіздің барып болғаныңызда мен рахметімді айтам. Ең басты, өйткені әйтеуір мамамның жаңағы Ахмет көкемнің қожалардың орнын жаңағыдай жоқ қылмай, сол кісілердің орнын басып, бізге мына жастарға ұмыттырмай өзіміздің нағашы жағымызды өстіп өнеге болып жүргеніңізге өте алғысымды білдіремін. Мына дастархандар тек қана сіздерде қуанышқа жайылсын, нандарыңыз мол болсын, жаңа өте жақсы тілек айттыңыз да соңында. Сонымен айтам, жазып алу керек екен. Қайталанбайтын сөздер бар екен ішінде деп. Соны сіздің де тілектеріңіз қабыл болсын. Қай жерде де көріп жүрмін, өте тамаша жүрген жерлеріңізде күшті болып жатады іс-шара. Барлықтарыңызға жаңа жыл құтты болсын. Көп рахмет. Рахи, туған күн құтты болсын. Немерелер жағынан? Иә, немерелер болып жатсын. Немерем аты Рухия, білдің ба? Қан не деген аты? Рухия деп қойдым, өзім қойдым мен. Кешегі әншіге кеттім. Сол әншіге кетіп қойдым. Ерекше, иә? Бәрі таңғалып жатсыздар, Лаура, сен сияқты. Әумин. Ал, тілек тыңдайық. Негізі атына байланысты болады ғой негізі, иә? Иә, сол. Көп байланысты. Неменен қызың көре бер. Әумин. Сол қызың бәрі бірге көрейік. Себепші болайық. Үшінші себеп бар еді? Жаңа жыл сол қыздың сенің өсеге келгенің бүгін. Төртіншісі ма? Иә. Бірінші қаңтар. Келген жаңа жыл құтты болсын. Шаңырақтарың қуаныш береке алып келсін. Дастархан осындай қуанышқа, жақсылыққа жайылсын. Орталарың толсын. И моя жена дейсің ғой. Продолжает она дейсің ғой. Ал ата аға, біріншіден аға туған күніңіз құтты болсын. Баршаңызға мына жаңа жыл құтты болсын. Кішкентайдың бауы берік болсын. Соның куәсі болып бәріміз міне бас қосып жатырмыз. Жылда бас қосамыз. Бұл жерде ылғи жақсы ет жақын адамдар, бауырлар бәрі. Сол жаңа жыл барлықтарыңызға да құт береке әкелсін. Мына баршылы, өзі қайсар, сондай бір айбынды, сондай аң ғой. Жамандықты қашырып, жақсылықты шақырып келсін осы жаңа жылға. Сол барлық отбасында тек қана сондай керемет той болсын. Тойда қауышып, сіз біздесіп, сыйласып, өстіп жүре берейік. Ағамның туған күні құтты болсын. Ағам 100 жасасын. Бүгінгі жиналған қауым алтындай уақыттарыңызды бөліп келіп жатырсыздар. Ағаның, апаның үйіне қуаныштарына ортақтасып, жаңа жылда қуанышты немен кіріп жатыр. Дендерің сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Тойда жүздесейік. Аға, немереңіздің бауы берік болсын. Қаншама тілектер айтылып жатыр. Соған қосылар, періштенің құлағына шалынсын. Үлкен азаматша болсын, белестерден көрінсін. Оны біз тамашалап, қуанып, қожаның қызы деп жүрейік. 100 жасаңыз, бүгін маманың да туған күні еді, Астанадан айтып, поздравить етіп жатыр сізге. Мен атымнан поздравить ете сау деп. Денің сау болсын, 100 жасаңыз. Ерболат деген балам танысып кетейін, біздің Нұрғалым деген ағамыз болған, Күнқожаев Нұрғалым деген тілші болып газеттерде, сондай қызметтерде жасап, былтыр қайтыс болып кетті, марқұм болып. Сол Нұрғалым ағамыздың баласы, сосын Марат бар ғой, Марат, төртеу өткен аға, сол ағаның алдындағы туған ағасы ғой, сол Мараттан үлкені Нұрғалым деген.
сол Нұрғанымның баласы, сол ізден сол шаңырақтан міне Ерболат деген аты. Жолдасы келін отыр міне, ана Айыз атаның Гүлдана деген келін. Осы екеуі сөйлесін, бұл екеуін особен таныстырып жатырмын. Сосын мына кім Арайка сөйлесін, Кітай келін. Абзал отыр еді жаңа мына жерде, қайт кетті, Абзал шығып кетті. Бәрі сөйлесін әйтеу, көп түкірсе көл дейді, жаңағы енді тілектің жақсылық нәрсе ғой бәрі айтылып жатырған. Ерболат бастап сөйлесін, қалған. Негізі мына кісілердің жолы үлкен бізде. Жасыншы. Күйеуін алып келсін. Ілгеріректе бір туған күнім болатын болды, ол кезде осы мына Нұрбол студент па, сондай кез жаңағы. Соны іштеме жасамаймыз деп осылай жаңағы болып қалды, осылай нетіп жатыр еді. Содан бір уақытта, папа туған күнім болайын жағында қалды, ол жаңа жыл не істейміз, анау не істейміз. Уже болып қалды, уже осындай, жаңа жыл не кетіп қалды осындай. Бірақ әлі ешқандай бірдеме істейміз, нетеміз деп нетіп жатқан жоқсың. Соны Нұрбол айттым. Бүткіл көршін шақыр, давай туған күн. Бүткіл көршін шақыр, басқа ешкім керек жоқ. Ешкім шақырма. Көршін шақыр бүткіл. Бүткіл көршін алып кет, соң ямағы, тамақ салып, не салып, ой, бір ұланасы той болды жаңа бүткіл көршілермен. Нұрбол айтам, бүгін ешкіммен деп алмайын, бүткіл көршін шақыр деп, бүткіл соның көршілер әлі айтады жаңа. Райхан қызық қонақ шақырған дейді жаңа. Олар да сасып қалған ғой. Давай бәрі күн. Сен бұл жаңарылың бірінші күн дейсің ғой, Былтырда солай. Былтырда шаңырағыңызға жиналып жатқан себебіміз біріншіден өзіңіздің жеке меншікті мерекеңіз, туған күніңіз. Бір жағынан жаңа жыл отбасына аманшылығымен, өзінің жақсы табысымен, жаңалықтармен келе берсін. Отбасыларыңызға ылғи да қуаныш, табыс, мол бақыт, денсаулық дейді, ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Алдымызда жүрген сіздер аман болыңыздар. Жылда өстіп осы составымыз жоғалмай, жылда өстіп тойлай берейік. Қосыла берсін, азаймай, көбейе берейік. Аға туған күніңіз құтты болсын, деніңізге саулық, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Алла тағала тек қана бар жақсылықты осы шаңырағыңызға нәсіп етсін. Көрінген бала шағаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіздер. Сіздерге қарап біз көсіліп жүре берейік. Жаман емес, әйтеуір üzerіңізге ергелі не нәрсені, жақсылық нәрсенің бәрін көріп жатырмыз ғой. Сыйластығымыз, главный ауызбіршілігіміз арта кететін ары қарай. Мен анда-санда үйде айтып отырам, ана Ерболат үйлеген елде, мен ол кезде бұрын ондай құдалықта нені басқарып бармағанмын ғой, молодой болғанмын, алдында адамдар болған ағаларымыз. Сол сенің тойыңда Шегебай маған бірден жаңағы аппаратыңды, кәдеге үмітті бәрін берді ғой маған. Өзің барасың, өзің нетесің деп. Сонда бірінші рет сендердің тойларыңда мен сол құдалықты басқарып барғанмын жаңағы. Құданың үйіне жаңағы. Содан ысықсыңдар сендер маған. Жаман болмайсыңдар ақылы. Құрметті ағалар, бүгін осы үлкен шаңырақта бір емес бірнеше той, бірінші некелі. Бұл екен сәби дүниеге келіп жатыр. Ең бірінші сол сәбидің дүниеге келуі. Бауырберік болсын, үлкен азамат болсын, елінің елеулісі, халқының қалаулысы болсын. Еліміздің өркендей өсуіне, дамуына үлес қосып жүре берсін. Көк туымызды желбіретіп жүрсін дейді. Сондай бір үлкен азамат болсын дейді. Екінші мына осындай керемет 2022 жылы. Осы жыл енді ерекше жыл деп жатырмыз ғой. Барлық нәрсе артта қалсын дейді. Осы жаңағыдай осы керемет жыл. Осы ағамыздың туған күні бір жағынан келіп жатырған. Құтты болсын ағай. Берекелі жыл болсын, берекелі жыл болсын. Мына өмір жасыңыз ұзақ болсын апа екеуміздің. Ғұмырлы болыңыздар. Мына көрген балдарыңыздың қызықтарын әрдайым тек марқайып, күліп, отбасыларыңыздың ортасында қуанып жүре беріңіздер деймін. Жұмыста беделді болыңыздар. Несібелеріңіз
мол болсын, көп болсын, тек осындай ағайын, тума туыстардың ортасында әрдайым тек шалқып, биіктерден көрініп, сіздердің арттарыңызға біз еріп, білмегенімізді үйреніп, жүре берейік. Аман болайық. Ал кел, аман кел. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, толағай табыс тілеймін. Отбасыларыңызға тек қуаныш болсын, дендеріңіз сау болсын. Ағамна бүгінгі туғаныңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. 8 жасқа жетіңіз, сол 7 жастан көз айын болайық. Апайым екеуміз бақытты болыңыздар, немере шөберелеріңіз көп болсын, шөпшекке жетіңіздер. Папа қолым тұрып жатыр, айт деп жатыр. Жаңа абысын айтып жатыр ғой, енемнің туған күні деп, сол кісінің 80 жасқа келіп жатыр, сол кісінің жасын берсін. Бақытты болыңыздар, ғұмырлы болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Аумин. Сіздер де. Ал аман. Ал енді не дейміз? Бүгінгі күні жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Аға, туғаныңыз құтты болсын. Әрдайым осындай дендерің сау болсын. Ағашың сүйінші тамыр болса, адамның сүйінші отбасы деген ғой, отбасыларың аман болсын. Бағанадан тілек айтылып жатыр, таудың басы бөлек болған етегі ол деген қазақта. Тілектің бәрі айтылған бір. Әрдайым осындай жылдан жылға мейрамға жете беріңіздер. Келін ал, жалғасыр. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Әр отбасыға биылғы келген жылымыз табысты, құтты жыл болсын. Аға, туған күніңіз құтты болсын. Ең бастысы сізге ендігі жерде денсаулық қой. Деніңіз сау болсын. Өстіп біздің ақылшымыз болып, ортамызда отыра беріңіз. Жалпы адам айтып жатады ғой, бақыттымын деп. Сол бақытты сәттермен адам бақытты екен. Сондықтан бұл да бір бақыт деп ойлаймын. Сондықтан бақытты сәттеріңіз көп болсын. Аман болыңыздар. Аумин. Ой, керемет. Бір аптада 7 күн болса, 3 күні осы үйде. Енді мына досының тойында, досының әкесінің тойында, бұның да әкесі болып есептеледі ғой. Сондықтан кішкентайдың бауы берік болсын деп, өзі жеке енді ән орындайды. Бір шәугім шай деген керемет ән бар. Қабыл алыңыздар, қол соғып қойыңыздар. Ал сіздер. Төрттаралар жылдап жатыр бұл. Шәугім шай бар медау естеріңде. Қара шәугім қайнайтын мештеріңде. Қайран анам малынып қара тергей. Таң ертең түс құятын кештеріңде. Қайран анам малынып қара тергей. Таң ертең түс құятын кештеріңде. Қойдың қиы отыны құрғақталған, қара мұржа түтіні будақтаған. Таң бұзынан тұратын қайран анам, бір шәугім шәй құятын қаймақталған. Таң бұзынан тұратын қайран анам, бір шәугім шәй құятын қаймақталған. Кезектеріп келуші қыраттардан, су әкеліп құятын бұлақтардан. Қара шәугім қалдың ау қара бостай, қанат қағып өзіңнен жырақтаған. Қара шәугім қалдың ау қара бостай, қанат қағып өзіңнен жырақтаған. Бір шәугім шәй ішиек сұрақтарын, анамызды ешқашан жылатпайық. Келіп кетіп тұрайық сағынышпен, айлар емес
қара күн бір апталық қара пешем құт болып тұра берсем тамған терім анамның құлатпайын тамған терім анамның құлатпайын ай 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 сырларынан кентаға жия сүйгендер гүл беретін үй қайда сол тәтті кездер ай 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 сырларынан кентаға жия қайда біздің болмаса үй қайда сол тәтті кездер 93 пен 94 95-те өскенде 96-7-де бастарынан кеткенде 98 соғыста тұсауларын кескендер сол бір шақтар қайда күндіз-түні асып кешкі асыға ойнадың пия перизат витаминге тоймайтын сөйте тұр арманға жетуді бір ойлайтын сол бір шақтар қайда сырларынан кентаға жия тамаша біздің дәстүр күй қайда сол тәтті кездер ай ғаламнан таусылмайтын сүйя тамаша біздің дәстүр күй қайда сол тәтті кездер 93 пен 94 95-те өскенде 96-7-де бастарынан кеткенде 98 тоғызда тұсауларын кескендер сол бір шақтар қайда күндіз-түні асып бет кешкі асыға ойнайтын пия перизат витаминге тоймайтын сөйте тұр арманға жетуді бір ойлайтын сол бір шақтар қайда Anvar'da da benim etkiler Babalarım gözüm orada kuşayken yaptığı vasıyla bütün yenilerimizin beğenmiyor. Төрт көздерің түгел, біреуің қалмай, кімге айтты, солай келіп отқандарыңа мен өте қатты қуанып тұрмын. Кейбіреулер, ойбай бір күн емес, біреуді құттықтауға баратын едік, ондай ет, мұндай ет деп құдағайымыз отыр, мына Зоя отыр, барлығы біздің жақсылықтарымызды, ең жақсылықтарымызды бөлісіп жүретін бізге жаңа ашыр достарымыз, келіндеріміз, қайныларымыз, жиендеріміз осы жерде отыр, құда жекжаттарымыз. Сонымен бірге жаңа Лаура айтып кетті. Көңіліме жас алып толқып қалдым. Атамыз да айтты, апамыз да айтты. Қандай керемет. Бізге атамыз кететін шақтарында да Арекеңе көп әңгіме айтатын. Екеумізді отырып алып, сен сырттан келсең де айналайын, сенен жақсы келін жоқ болды маған деп осы жерге келіп, ауырған кездерінде де осы жерде біраз болып, әңгімесін айтатын ше. Сосын сөйтіп айтып жүріп айтатын осы. Ағамдар бар, төрт көз түгел отыр ғой. Ағамды көп айтатын. Ешқандай осы сіздерден айырылып қалмаңдар сендер. Енді білмеймін ғой, апамның да кетіп қалатынын сездім ме көп ұзамай қарындасының. Қанша апам үйтіп басты деп келеді де қайтан. Минутында телефонда атын айтып сендердің мамаларыңның. Не істеп жатсың? Қазір барайын деп жатырмын деп. Апам да ысып алып, шайын беріп, шайнегін беріп жіберіп, кейде жаңа бір шайғым шай дегенде шығып жатыр ғой жаңағы. Иә, айтайын деген біріне айтып, біріне кетіп жатырмын енді. Бәріміз осыны біліп жүрсін деп, мына бір жерге бүйтіп компактны болмаса үй тұр ғой. Барлығы бір сөздерді, ақылды, жаңа мынандай әдемі даналы сөздерді тыңдасын деп, жас келіндерді де бәрін компактны бір жерге тығып отырмыз. Иә, мен айтайын деген ең жақсы тілектер сонымен бірге Арекең жаңағы 40-тан аса бастап көп ауырды ғой енді. Ешқандай байлықтың керегі жоқ. Ең бірінші байлық денсаулық екен. Сосын мына ағайын, туыс, бауырларменен араласып жүрген екен. Шайың болса, дастарханда наның болса, содан артық не құрмет бізге. Сосын мына балаларыңмен бақытты деп атады ғой жұрттар мына. Жаңағы
балаларымызды әйтеуір ешқайсысы әйтеуір ойбай мынандай жаңада айтып жатыр ғой тәрбиелі деп есептейміз, соның өзіне марқайып бір күшті бір не әсер алып отырамыз. Аллаға шүкір балдар жақсы, Нұреке болды қазір. Әреке емес, қазір жұрттар Нұреке дейтін болды. Үйде Нұрекең бар ма дейтін болды. Оған да қуанамыз. Коллектив келіп жатыр. Гүлзатты жақсы тәрбиелегенсіз, жақсы бала өсіріп жатыр екенсіз деп атады. Оған да қуанып жатамыз. Енді ата-ананың жаңағы қуанышы бала деген ғой енді. Аллаға шүкір деп айтамын, шүкір Аллаға. Әйтеуір немерелер де бар. Әйтеуір атаның баласы дегенмен олар да келсе 5 баласын алып жаңа жылмен құттықтайын деп келдік деп келіп жатыр. Мына жерде үшеу үйірмелі осы жерде суретке түсіп жатырмыз. Соның бәрі мен үшін қуаныш. Жаңа мен үлкен байлық жинамадым демеймін. Мен баймын, рухани баймын деп есептеймін өзімді. Енді айтайын деген осы әйтеуір бұрындары осы бір-екі жыл шығар кимей қалғандары. Жаңа біз шақырмасақ та кімдер, Лауралар, Жанкалар, біз шақырмасақ жаңа Гүлзат деген қызым бар. Тәте, бүгін мен туған күн келмейсіздер ма деп өз шақырып екен. Біз білмейміз, өз телефонмен шақырып алады екен сөйтіп. Бұл кісілер бәрі келіп сөйтіп жүретін соң 1-2 жылдан бері Әрекен ауырды бір жағынан мынандай жаңағы эпидемия болып жатыр, сонымен вирус деп жатырмыз, сонымен сәл тоқтаңқырап қалды. Бәрімізге көп әңгімені, көп сөздерді айтатын уақыттарымыз тақалып қалды деймін. Айта алмай қалдық тілектерімізді. Енді мен тілейтінім бәрлерінің жүздерінен шаттық, көңілдерінен шаттық, жүздерінен күлкі үзілмесін. Осылай жиі кездесе берейік. Әйтеуір нан бар, шай бар, тамақ бар. Любой время есік ашық деп айта аламын мен сендерге. Аллаға шүкір, мен ең Алладан да басқадан да тілейтінім екеуміз тең отырып осы қызықты бірге көрсек деймін. Мінекей жемістеріміз енді пісіп жатыр деген сияқты. Ауырмасын деймін. Сонан кейін туған күнің құтты болсын. Әйтеуір арасында семья болғасын ыдыс аяқ сылдырамай тұрмайды дейді ғой. Ыдыс аяқта сылдырады, бірақ әйтеуір ешқашан сынған емес. Ең бастысы екеуміз мықты ұстадық. Әйтеуір мен үндемейсің, апа сенің атың 2 рет аталды деп жатыр жаңа келіндер. 2 рет аталды деп жатыр. Үндемеген нәрсе ол бәрін жеңіп шығады деген сөз. Мен үндемедім осы қашын 40 жыл, енді сәл-сәл сөйлеймін. Басқаны айтам, мынау келгендеріңе өте қатты қуанып тұрмын. Соның ішінде бәрлеріңіз әйтеуір мен ауылда жоқ болып қалады кейде осы жаңа жыл деген өзі былай-былай болып қалады. Соны бір ауыз сөзді сыйлап, бәрлеріңіз шөл келіп отырғандарыңа мен қатты қуанып тұрмын. Бәрлеріңіз аман болсын деп. Енді бұлай мына далаға да шығып билегілеріне келіп отқан шығар. Мына енді барлықтарыңа рахмет, жаңа жыл құтты болсын. Болған бір қалай жаңа трогательный нелерін айтты ғой, мен енді жаңағыдай басқасын айтайын. Мына келіп жақсы тілек айтып жатсыздар, құтты болсын, жаңа жыл барлықтарыңа осы той жұғысты болсын. Жаңа айтып жатыр ғой, балдар олай болып жатыр, былай болып жатыр, ойбай Гүлзат андай болып жатыр, ана нұр болып бүйтіп жатыр, сөйтіп. Конечно, сондай болады, ізінде біреу айқайлап күн түсіне. Мен соң ұртып, жаңа бүткіл денсаулығын сөйтіп арнап жатса. Бір күн ана, мына біздің жаңа Гүлдана қызымыз, бронхысы бар, кейде ауырып қалады, жаңа кішкентай кезінде ғой, мынандай кезінде. Сода ананың ас үстіне түсіп жатырмын ғой мен. Сөйтсем, ой, шаршаттау деп бір табақ қаймақ тұр ғой мынау. Әйден сегіз аяқты жүрсің, қаймақ тұр болсын. Мен өліп жатырмын мына. Сондай эпизодтарымыз бар. Соның әрқайсының ізінде көңіл бөліп, болғанға да бүйтіп, сөйтіп, соның денсаулық кеткен ғой. Ал енді бар ғой, сондай барлық жетістікке жете беріңдер. Мына болған өте жаңағыдай жүрекке тиетін кардиологический әңгімелер айтып жатырсың. Мен шамалы былай нелеу, шамалы соны басайын деп сөйтіп айтып жатырмын. Барлық семьяда ондай нелер болады ғой енді.
жақсы болыңдар. Мына бір ауыз сөзіміз сыйлап келіп жатсыңдар. Самым деле мына болған жаңа қорғандығын екенін білдірді. Себебі мынау жаңа жылға бөлек шай беру керек, қызына бөлек шай беру керек сендерге. Туған күн бөлек шай. Сол үшеуін бір шай қылып тұр бұл. Көрдің ба? Сендер отырып тұрсыңдар. Ал енді рахмет, қуаныштымыз, бәрі сыйлап келгендеріңе. Күлкі болсын, бұлай көңіл көтерілсін мейрамда деп айтып отырғаным ғой. Бәрі жақсы, бәрі өзіміз. Сендерден енді бізде артық адам жоқ, сендерден артық келіп жатсыңдар, қуанышымызды бөлісіп жатсыңдар. Мына жастарға үлгі болып жатыр. Ойбай, осылай бір-бірлерін шақырып, құттықтап барып, тіршілікте сол ғой енді. Денсаулық тілеймін, отбасыларың аманшылық болсын. Той-тойға аласа берсін. Мені сыйлап келсеңдер, сендерді Алла сыйласын. Бәрі жақсы, көңілді, қуанышты жақсы болды. Мына өнерпаз жігіттерге рахмет. Нұрлан бастаған өнер осы Арал өнерпаздарына. Бүгін жақсы айтып жатырмын ғой, зарядтадым деп. Мына келмеші домбырашы неме рахмет, өнерің өрлей берсін ардай. Әр уақытта халыққа қызмет жасай бер, халықтан алғыс ала бер. Енді осы әңгімемен баталамыз енді. Мына батадан бұрын, батаны аламыз, сөйтіп отындаймыз. Одан бұрын Нұрбол енді жаңа айттық қой, біз Аралдың төрағалысы бірден кіртті житі болып кетті деп. Осы 1-2 жылдан бері шүкір, халықтың қыз қуанышында бірге қызмет жасап жүрміз. Енді осы ұл қыздарының, немерелерінің атынан өздері, Нұрбол өздері ән салады. Қуаныш құтты болсын деп, сосын бата қыламыз. Ал, Нұрбол мен Анвар, бала-шағасының атынан. Ayımda alıp verelim
Bata qilay. Жан-жақта ағай туысқандарына бәрін отбасына аманшылық Al, hayırlısı olsun. Hayırlı olsun.